Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым, бұл Аладоп YouTube арнасы және оның авторы және жүргізушісі мен Ермұхамед Мәулен. Өздеріңізге уәде еткендей 2025 жылы біздің YouTube арнамызда сапалы контенттер пайда болады дедім. Және жалпы әлем футболында болып жатқан қызықты оқиғалар, тарихи фактілердің барлығын келтіремін. Және осы жолы мен сіздерге Манчестер Юнайтед командасының тарихы, ол қалай құрылды және қандай қызықты оқиғалар болды, осының барлығын тарихи фактілермен баяндап бермекпін. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Қадірмен достар, бағдарламаның басында айта кетуіміз керек, біздің видеомыздың осылайша шығып жатқанына әлбетте зор септігін тигізіп жатқан менің фондағы достарым. Олар жайлы қызықты ақпаратты осы видеоның астында төменде тіркеліп тұрған сілтеме арқылы көрсеңіздер болады. Күні кеше ғана Ақтау маңында Әзербайжан әуе кемесі құлап, қаншама адам мерт болды. Ал сол ұшақтың ең арт жағында отырғандар тірі қалды. Осы оқиғаны көрген кезде Манчестер Юнайтед командасына байланысты оқиғаны айтып бергім келіп отыр. 1958 жылы 6 ақпан күні кубок иегерлерінің кубогі жарысынан қайтып келе жатқан Манчестер Юнайтед ойыншылары әуе апатына ұшырайды. Олар негізі Цервена Звездамен ойнап, Мюнхен қаласына тек аялдама үшін тоқтаған еді. Сол жерде бас бапкер Мэтт Базби мен ең артында отырған Бобби Чарлтон тірі қалып кеткен еді. Ал негізі әлемдегі ең атақты клубтың біріне саналатын Манчестер Юнайтедтің тарихы былай. Сіздер орыс немесе ағылшын тілінде осы клубтың тарихы жайлы там-тұмдап ақпарат оқыған шығарсыздар. Ал қазақ ютубының көкжиегінде әлем футбол клубтарының тарихы қазақ тілінде айтылмаған екен. Ендеше Аладоп ютуб арнасында осындай тарих жайлы видеолар енді жиі шығып тұратын болады. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше ыңғайланып отырыңыздар. Манчестер Юнайтед клубының тарихынан сыр шертемін. Сонау 1878 жылы Манчестер қаласының темір жолшылары Ньютон Хит деген клуб құрады. Дәл осы команда қазіргі Манчестер Юнайтед тарихының бастамасы. Ойлаңызшы, депо мен темір жолда істейтін кісілер жиналып команда құрады. 1878 жылы. Тура осы кезде қазақ даласында не болып жатты деп ойлайсыз? Білесіз бе? Сонымен 1902 жылы команда үлкейіп біршама титулдар жеңіп атауын өзгертеміз деп шешеді. Осылайша олар қаланың басты командасына айналады. Сөйтіп, команданың атын Манчестер Юнайтед деп жаздыртады. Ал 1910 жылы Олд Траффорд стадионы ашылып, команда жаңа стадионға қоныс аударады. Осы стадионда футбол ойнап жатқанына биыл 115 жыл болады. Осыдан кейін 10 жылдықта Манчестер Юнайтед түк жеңбеді. Трофей дегені атымен жоқ. Ол аз десеңіз 1922 жылы темір жолшылар Англия біріншілігінің 2-ші дивизионына түсіп кетеді. Осыдан кейін жоғарғы топқа қайта қосылып, ортада ілініп салынып жүре береді. Ал 1931 жылы Манчестер қайтадан 1-ші дивизионға түсіп қалады. Сосын клуб түгелмен банкрот бола жаздап, жабылудың азақ алдында тұрған кезде жергілікті бизнесмен, атымтай жомарт Джеймс Гибсон көмек қолын созады. Қыруар қаржы беріп, қарыздарды жабады. Клубтың қан тамырына жан бітіп 1938 жылы Уолтер Крикмер деген басшы Манчестер Юнайтедті Junior Атлетик деп қосалқы командасын ашады. Яғни жастар даярлау орталығы. Қазіргі тілмен айтқанда академия құрады. Осы академиядан біртіндеп жастар шыға бастайды. Бұл орталық алдағы 100 жыл бойы Манчестер Юнайтедті талантты футболшылармен қамтамасыз етіп отырады. Мысалға 1938 жылы ағылшындардың миына жеткен бұл жоба Қазақстанның клубтарының әлі де санасына кіре қояр емес. Дүниежүзілік соғыс аяқталып, жағдай тұрақталған тұста Манчестер Юнайтедтің бас бапкері болып Мэтт Базби тағайындалады. 1945 жылы іске кіріскен бұл маманның атағы дүркірейді. Бұл кісі келе салысымен Манчестер Юнайтед 3 жыл қатарынан 2-ші орынды иемденеді. Араға 41 жыл салып, яғни 1952 жылы Манчестер Юнайтед Англия чемпионы атанады. Командада өңкей кәрі құртаңдар ойнағандықтан Мэтт Базби академиядан шыққан жас балалар тартады. Чемпионатта 8-ші орын алып жүрген команда 1955-56 жылғы маусымда қайтадан ел чемпионы атанады. Сол кезде команданың орташа жас мөлшері 22-ні құраған. Сондықтан болар прессада, баспасөзде оларды Базби балақайлары деп атап кеткен.
1957 жылы Манчестер Юнайтед қайтадан чемпион болғанымен қоймай, кубок егерлерінің кубок жарысында да жартылай финалға дейін жетеді. Бұл енді қазіргі дәуірдегі чемпиондар лигасы деп аталатынын жақсы білесіздер. Ал 1958 жылы кубок егерлерінің сайысында Цервена Звездаға қарсы матчтан қайтып келе жатқанда Манчестер Юнайтедтің ұшағы әуе апатына ұшырайды. Негізгі құрамның 8 ойыншысы сол жерде мерт болады. Клубта қызмет ететін менеджер, бапкерлік штаб өкілдері о дүниелік болып кетеді. Ортада отыру тиіс болған Бобби Чарлтонға бір әріптесі келіп, мен мында карта ойнаймын, сен артқа отыра тұршы деп өтінеді. Жарайды деп, ең соңғы орынға отырған Бобби Чарлтон апаттан аман шығады. Ауыр жарақат алып ауруханаға жатқан Мэтт Базби араға 3 ай салып қайтадан жұмысқа кіріседі. Айтпақшы, сол жылы Манчестер Юнайтед Англия кубогын ұтады. Ал УЕФА келесі жылы Манчестер Юнайтед чемпиондар лигасында ойнай берсін. Бірақ Англия футбол федерациясы бұл жауапқа қарсы шығады. Ол кезде тек чемпион ғана ойнайтын. Ал сол жылы елдің үздігі болған Вулверхэмптон командасы еді. Келесі жылы командаға жаңа ойыншылар керек болғандықтан Мэтт Базби тағы да жастар тәрбиелей бастайды. Солардың ішінде Деннис Лоу мен Джордж Бест болады. Чарлтон, Бест, Лоу үшеуі де кейіннен алтын доп иегері атанады. Оларға 2011 жылы Манчестер Юнайтед басшылары Олд Траффордтың алдында ескерткіш қояды. Ал 1968 жылы Манчестер Юнайтед кубок иегерлерінің кубогі жарысының финалында Бенфиканы 4-1 жеңіп, халықаралық ірі турнир жеңген Англияның алғашқы командасы болып тіркеледі. Осыдан кейін Мэтт Базби бапкерлік қызметтен кетіп, орнын жастар командасында істеген әріптесіне тастап кетеді. Мінекей. Ал осыдан кейін команда құлдырауға ұшырайды. Команда бірінші дивизионға ұшып кете жаздап әрең қалады. Арада бапкерлер ауысып тұрақтылық болмайды. Тура қазіргі жағдайға ұқсап кетті ма? 1978 жылы күзде командада Том Дохерти бапкер болады. Олар фанаттардың арқасында бір танымал болып, негізі өте популярный кісі болып кетеді. Оны жанкүйерлер Док дейтін. Жанкүйерлер арасында танымал болған бұл маман командада шын айтқанда төменгі дивизионға ұшып бара жатқан жерінен аман алып қалады. Ал 1977 жылы Манчестер Англия кубогын жеңеді. Финалда Ливерпульді 2-1 ұтады. Бірақ артынша Дохертиді клуб басшылығы жұмыстан кетеді. Неге дейсіздер ғой? Ол команда физиотерапевтінің әйелімен әмпәй-жәмпәй болған екен. Ұсталып қалды деген осы. Шәрмандалықпен қызметтен кеткен Дохерти осыдан кейін футбол айналасынан жалпы оны ешкім көрмеген дейді. Мінекей осындай қызық жағдай. 1981 жылы команда тізгінін атышулы Рон Аткинсон ұстайды. Бұл маман баспасөздің сүйікті адам еді. Ол мәслихаттарда неше түрлі сөздер айтып, мінезімен ерекшеленеді. Осы сөздерді тыңдап отырғанда Черчес елестеп кетті ме сіздерге? Ты по-французски сейчас говоришь? Аткинсон Англия футболының трансферлік рекордын орнатты. Ол Брайан Робсонды сатып алып, үлкен сома деген осындай болады деп көрсетті. Сосын Гордон Страканды да сатып алды. Жастар академиясынан Марк Хьюзді шығарды. Бірақ бірінші орында келе жатқан команда 4-ші орыннан бірақ шықты. Англия кубогын 2 рет ұтқаны жылдам ұмытылып кетті. Басшылық айқайы көп Аткинсонды қызметінен қуып шығады да орнына Шотландиядан бапкер алдыртады. Иә, дәл сол кісі. 1986 жылы Манчестер Юнайтед бапкері болып сэр Алекс Фергюсон тағайындалады. Осы жерден бағдарламаны аяқтап, тұрып кетсем қалай болады? Ары қарай не болған өздеріңізді білесіздер ғой? Иә? Мақұл, сонда да баяндай кетейін. Кішкене ғана қалды. Соңына дейін көре салыңыздар. Алекс Фергюсон келе салып, сэр болған жоқ. Алғашқыда команда 8-ші орын алып, келесі жылы 2-ші орын алып, кубоктардың біразынан да жеңіліп қалып жатты. Басшылық бұл кісіні отставкаға жібереміз деп отырған кезде, Англия кубогын жеңіп кетіп, Фергюсон тағы бір жылға қалып кетеді. Сол келесі жылы, яғни 1991 жылы Манчестер Фергюсонның бастамасымен кубок иегерлерінің кубогын жеңіп, артынша УЕФА супер кубогі додасында ұтады. Осыдан кейін Алекс Кокенің атағы шыға бастады. Абыройы артқан Алекс 1993 жылы Англия чемпион атанды. 1967 жылдан бері Манчестер Юнайтед чемпион болмай жүрген еді. Осы кезде командаға Эрик Кантона мен қақпашы Питер Шмейхел ауысып келген еді. Күшейген сайын күшейе берген Манчестер дамуды
жастармен жалғамақ еді. Андрей Кончельскис, Марк Хьюз, Пол Инс секілді шалдарды сатып жіберді де Фергюсон орнына Бекхэм, ағайынды Невилл, Пол Скоулс және Райан Гиггсті алдыртты. Осылардың барлығы академиядан шыққан балалар еді. Класс 92 деп аталған бұл 5 ойыншы алдағы уақытта Манчестер Юнайтедтің негізгі діңгегіне айналатынын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Ал 98-99 жылғы маусымда қызыл сойқандар Англия клубтары арасында алғаш рет требл жасаған команда болады. Олар финалда Баварияны ұтып, әлемді таңғалдырды. Ол оқиға негізі былай болған еді. Мінекей, осы жерден одан ары қарай өзім көрген тірідей оқиғаны баяндап берсем. Марио Баслер Баварияның ойыншысы гол соғады, матч Nou Camp'та Барселонаның стадионында өтеді, және тура сол кезде 89-90 минуттарда Оле Гуннар Солскjaer мен Тедди Шерингемнің соққан 2 голы Манчестер Юнайтедке жеңіс сыйлайды. Төбеде 9-шы қабаттан 1-ші қабатқа түсіп келе жатқан Карл Хайнц Румениге секілді атақты кісілер трибунаның астынан шығып марапаттау рәсіміне қатысайын десе, таблода есеп 1-2 дейді. Мінекей, осыны көріп, олар да шок болады. Осы ойынды теледидардан көрген мына мен де Тараз қаласында жатып шок боламын. Мінекей, Манчестер Юнайтед осы кезден бастап Fergie Time деген жүйені іске қосады. Ойынның 89-90 минуттарында жоқтан бар жасап кетеді. Шамнан осылайша шырақ жағады. Мінекей, осының барлығы мынау тарихтың қойнауында жатқан жоқ па? Ақ парақтарға жазылған жоқ па? Көрдіңіз бе? Қандай оқиға? Енді 2007-2008 жылғы маусымдарға келейік. Манчестер Юнайтед қайтадан атқа қонады. Чемпион атанады. Чемпиондар лигасында жеңеді. 2013 жылға дейін команда дүркіреп тұрады. Премьер-лиганы жеңу әшейін сән болып қалады. Клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңіп болған соң, команда қатарынан Криштиану Роналду кетті. Ол сол кездегі рекорд сома 80 миллион фунтқа сатылды. 2013 жылы Манчестер Англияның 20 дүркін чемпионы болып, енді чемпиондықты тойлайын деп жатқан кезде, бір ай қалған кезде, сэр Алекс Фергюсон осы маусым соңынан кейін қызметтен кетемін деп мәлімдеді. 1986 жылдан бері сэр Алекс 38 трофей жеңіп, 27 жылдық қызметін аяқтады. Міне, содан бері MU-дің жағдайы әрқилы көріністермен өріліп келеді. Сэр Алекс кеткеннен кейін Давид Моэс, Жозе Мауриньо, Ральф Рангник, немесе Луи Ван Гал секілді атақты бапкерлер ештеңе де тындыра алмады. Команда Лига кубогы, Еуропа лигасы, Англия кубогы секілді екінші сорттағы жарыстарды жеңгенмен, ірі турнирлерді бағындыра алмай келеді. Жарты әлем мойындаған Манчестер Юнайтедтің қазіргі халі осындай. Кезінде темір жолшылар ашқан бұл команда фанаты да, ақшасы да көп бай команда еді. Бірақ алаңдағы ойынын реттеп трофей жеңу сонда да қиын екенін көрсетуде. Өздеріңіз осы оқиғадан бір ғана нәрсені ұғынсаңыздар болады. Футболды жасыл алаңдағы футболшылар ойнайды. Алаң сыртындағы ақша ойнамайды. Мінекей, мәселе осында. Ендеше қадірмен достар, Аладоп YouTube арнасындағы алғашқы осындай бір тарихи видеомызға қанық болдыңыздар деген ойдамыз. Біздің Аладоп YouTube арнасына тіркеле жүріңіздер, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Манчестер Юнайтед секілді атақты клубтың Қазақстандағы жанкүйерлері көп болса, мына мен секілді комментарий жаза кетіңіздер. Ал біз келесі бағдарламада қай футбол клубтың тарихын айтайық, оны да ұсыныс ретінде жазсаңыздар болады. Әлбетте, сіздер қазір Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити деп жазуларыңыз мүмкін. Оған да тоқталамыз, әлбетте. Бірақ ең бір ерекше қызықты, мысалға Кристал Пэлас, Саутгемптон секілді қазақстандық клубтардың тарихы туралы әңгіме айтыңызшы десеңіздер, оны да мен құлаққа алемін. Пікір алаңында сіздердің сан түрлі, алуан түрлі ұсыныстарыңызды күтемін. Ендеше Манчестер Юнайтедтің қызыл сойқандардың тарихы жайлы баяндаған мен Ермұхамед Мәулен. Сіздермен келесі бағдарламаға дейін қош айтсам. Жеңісті күндерде жүздескенше.